Кез келген төтенше жағдайлар кезінде барлық құжаттар заңнамалық актілерге сәйкес рәсімделеді. Сондықтан Конституция басты біздің құжатымыз. Заңға бағыну, Конституциямызды сыйлап қастерлеу әрбіріміздің борышымыз. Біздің шаңырақтың астында, Қазақстанның астында қаншама өзге ұлттар тату өмір сүріп жатыр. Сол біздің маңызды байлығымыз. Жастар Конституцияны білу керек. Яғни өзінің құқықтары мен міндеттемелерін білуіміз керек. Ұстаздар қауымының осы педагог мәртебесін пайдалануы ол үлкен жақсы мүмкіндік деп айтуға болады. Заң мен тәртіп орнаған мемлекеттің мерейі үстем. Ал заңның әлем тілдерінде мойындалған атауы Конституция. Бұл ата заңымызға 30 жыл. Айтулы жылдардың бедерінде басты құжатқа бірнеше толықтырулар мен өзгерістер енгені рас. Оның барлығы елдің көз алдында. Дүрбелең замандарды бастан өткерген қазақ елі тәуелсіздікке қол жеткізген тұста жаңа мемлекеттің өз заңы мен жүйесі қалыптаса бастады. Тәуелсіздік алғаннан кейін тура 4 жыл өткен соң еліміздің егемендігін паш еткен айбынды ата заңымыз қабылданып, ұлы дала төсіндегі тәуелсіз Қазақстанның өз көші басталды. Ол үшін талай адам түнде ұйқысын, күндіз күлкісін қиып, көз майын тауысты. Әрден алар болсақ, қазақ даласында заң жүйесі ежелден-ақ қалыптасқанда. Оның айқын дәлелі қазақ ханы Әз Тәуке Қасым ханның қасқа жолы мен Есім ханның ескі жолын жетілдіріп, 7 жарғы заңдар жинағын жарыққа шығарғаны. Міне, сонан кейін талай теперішті бастан өткізіп, мың өліп, мың тірілген қазақ елінің ата заңы осы. 91 жылы біз тәуелсіздік алдық. Содан бері елімізде осы екінші конституция қабылданды. 90 жылғы конституцияның оны жақсы, жаман деп айтуға келмейді. Жалпы конституция дегеніміз ол тірі құжат болып келеді. Қоғам дамыған сайын ол қоғамдық қатынаста, әлеуметтік қатынаста, құқықтық қатынаста өзгерістерге түсіп, динамикалық тұрғыда алға қарай жылжиды. Сөйтіп біз 95 жылы 30 тамызда жалпы халықтық референдумда осы жаңа конституцияны қабылдадық. Бұл конституция енді шындығына келеді, осы 30 жыл төңірегінде өзінің өміршеңдігін көрсетті. Және 30 жыл ішінде бізге бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз еткен құжат есебінде біз мойындауымыз қажет. Осы конституцияның нәтижесінде біз сол посткеңестік синдром дейміз ғой, посткеңестік кезеңден шыққан кезде, сол уақытта біз көршілес болған елдердегі, сол одақтас болған мемлекеттердегі көпсінде кездескен этникалық болсын, әлеуметтік болсын, діни мәселелердегі қақтығыстар, басқа дүниелер бізде болған жоқ. Бұл қатынастар біз тұрақты түрде байыпты эволюциялық жолмен өтіп кеттік деп айтуымызға болады. Соның нәтижесінде нарықтық қатынасқа да біз өтуіміз оңай болып кетті. Қазіргі таңда осы Қазақстан экономикасының қалыпты деңгейге түсу осы конституция негіз болып келеді. Яғни конституция бізге бүгінгі күнгі тұрақтылықты қамтамасыз ете алды. Жасампаздықтың жаңылмас жарғысы болған Конституция біздің барша жарқын істеріміздің қайнар бастауына айналды. Қастерлі құндылығымыздың қағидаттарын бұлжытпай орындаудың нәтижесінде біз қысқа мерзімде мызғымас мемлекетімізді орнатып, тәуелсіздігімізді тұғырлы еттік. Ата заң тәуелсіздігіміз бен тұтастығымыздың кепілі ретінде біздің бірлігімізді бекемдеп, елдегі тұрақтылық пен татулықтың берік тұтқасы болды. Жаңа конституция қабылдау арқылы Қазақстан жаңа дәуірге қадам басты. Осы мерейлі межеге биыл 30 жыл. Ата заңымыздың қабылдануы, мемлекеттік рәміздеріміз елтаңба, туымыз бен әнұранымыздың бекітілуі, ұлттық валюта теңгенің енгізілуі, Қазақстан Республикасының қалыптасуының аса маңызды кезеңдері екені сөзсіз. Басты құжаттың ішіндегі жазылған әрбір тармақтың тура жұмысының жемісін бүгінгі күні халыққа қызмет ететін әрбір сала көріп отырғаны әмбеге аян. Бұл статикалық дүние емес, бұл динамикалық дүние болғандықтан ол өзгертулер қажет болып келеді. Мысалға, біз енді дамыған елдерді айтамыз, көп жағдайда сол дамыған елдердің бірі болып келетін біздің Франция мемлекетін атауымызға болады. 50 жылдары қабылданған 5-ші республиканың конституциясының өзінде 30-дан астам өзгертулер енгізілген. Ол өзгертулер негізінен мына Евроодақпен ынтымақтастық төңірегінде ішкі және сыртқы нормативтерді бір арнаға түсіру үшін жасалды, но дегенмен де ояқта да өзгертулер енгізілді. Дәл сол сияқты Латын Америкасын алсақ та болады. Латын Америкасының үлкен алпауыт мемлекеттердің бірі Бразилия болып келеді. Бразилия 88 жылы қабылданған конституцияны, оған 100-ге жуық өзгертулер мен толықтырулар енгізілген. Дәл сол сияқты өзіміздің Азияға келетін болсақ та, Азияда да, Үндістанда да 50 жылдан бері қабылданған конституцияда
тәуелсіз қалғаннан кейін оған да 100-ге жуық өзгертулер енгізілген. Яғни бұл әлемдік практикада бар дүние өзгерту енгізу. Кейбір сарапшылардың айтатын мысалға келтіретін Америка Құрама Штаттарына айтуға болады. 1780 жылдары қабылданды Конституция. Оған 27 толықтырулар мен өзгертулер енгізілді. Ол да мемлекеттің түрлі деңгейдегі дамуына, экономикасына байланысты өзгертулер енгізіліп отырады. Біздің Конституцияға да осындай жағдайлар болды, бірақ дегенмен де ол осы бүгінгі күнгі тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жасалған өзгертулер болып келеді. 90 жылдардың тоқырауынан кейін елде қобалжудың қатты болғаны айтпаса да белгілі. Сол жылдарда қара бастың қамын емес, елдің ертеңін ойлау басты мақсат еді. Әсіресе болашақ үшін білімнің алар орны биік болуы тиіс. Ел үшін сындарлы сондай сәттерде қаражат алмаса да, қазақ даласының қара домалақтарын оқыту үшін мектептерді қаңыратпай, өз істеріне адал болған жандардың бірі ұстаздар қауымы. Міне сынақтан сүрінбей өткен сол кезеңдердегі мұғалімдердің ерен еңбегі бүгінгі күні жарқын жемісін беріп келеді. Уақыт еншісінде ұстаздардың да мәртебесін қорғайтын заң өз уақытымен 2019 жылы басты құжатқа енді. Бүгінгі таңда ұлағатты ұстаздарымыз айтулы заңның шарапатын көруде. Бұл жерде педагогтарға салынып отырған қазір жауапкершілік, жаңағы келешектің дамуына ол үлкен үлес деп айтуға да болады. Себебі педагог мәртебесі ол дер кезінде қабылданған заң десек те ол артық айтқандық емес. Енді қазіргі таңда мысалға педагогтың мәртебесінде педагогтарға артық жұмысты артпау, олардың жаңағы өзін жақсы сезінуін, олардың мектепте жаңағындай уақытын тиімді өткізу, оларға мысалға үстемақы төленуі, олардың жыл сайын жалақысының өсуінің өзі де ол білім саласына деген ол ел президентінің өзі де үлкен жаңағы сеніммен және жауапкершілік артып отқандығын көрсетеді. Сондықтан біздер осы ұстаздар қауымы оны әрдайым үнемі сезінеміз, қамқорлықты сезінеміз, мемлекет тарапынан жасалып жатқан дүниелердің барлығын білеміз. Сондықтан алдағы уақытта да біз осы заңның дұрыс пайдалануға, дұрыс қолдануға мүмкіндік жасауымыз керек деп білемін. Ата заң біздің бүкіл жарқын істеріміздің қайнар бастауы. Конституция мызғымас мемлекетіміздің алтын қазығы, бірлігі мен ынтымағы жарасқан еліміздің бұлжымас бағдары, кемел келешегіміздің кепілі. Біз аз уақытта айбары асқан қуатты ұлтқа, дәулеті тасқан әлеуметті елге айналдық. Бұл жолда еліміздің әрбір азаматының үлесі зор. Әсіресе еңбектен қол үзбей маңдай терін мемлекет дамуын арнап жүрген жандарды айтуға толық негіз бар. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың еңбек адамдарының жылын осы Конституцияның 30 жылдығында жариялауы да соның бір дәлелі іспетті. Еліміздің даму жолында еңбек адамдарының үлесі зор деп есептеймін. Өйткені кез келген істің бастауында еңбек тұрады. Біз жол саласының мамандарымыз. Өңіріміздің жолдары тақтайдай тегіс болу жолында еңбек етіп келеміз. Қайнаған жұмыс барысында заңсыз әрекеттер көзіміз шалып қалып жатады. Сол кезде басты құжатымыз назарға ала отырып жұмыс жасаймыз. Міне сол заң мен тәртіптің үстемділігінің арқасында бүгінгі күні еліміздің дамып көркейіп келеді. Әлем көз тіккен жас мемлекеттің бірі біз. Бірақ осы аз уақыттың шеңберінде ортақ шаңырағымыздың шекарасын шегелеп, мызғымастай етіп бекіттік. Тағдыр тоғыстырған, тарих табыстырған түрлі ұлт өкілдері Конституция қағидаттары төңірегінде топтасты. Бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүріп келе жатқан, түрі бөлек болса да тілегі бір ұлт пен ұлыс өкілдері де басты құжаттың қадір қасиетін сезініп келеді. Конституциямызда бізде тағы да бір айтылатын үлкен бір мәселе бар. Бұл Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, құқықтық, әлеуметтік, зайырлы мемлекет есебінде орнықтырады дейді. Яғни бұл жерде қоғамдағы барлық этникалық, әлеуметтік, құқықтық болсын, басқа да таптар, топтар ешқайсысы бірінен бірі жоғары емес, барлығы да тең, заң алдында тең екендігін көрсетеді. Өзге ұлттар болып біз бір Қазақстанның шаңырағында өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан барлығымызға бұл заң бірдей, заң мен тәртіпке біз бағынуымыз міндеттіміз, мемлекеттік тілді білу міндеттіміз. Қандай да елге барған кезде өзім Қазақстанның тумасы ретінде мақтан тұтамын. Себебі біздің ерекшелігіміз, біз түріміз әртүрлі болса да, тірегіміз бір, тілегіміз бір. Мемлекеттегі әрбір салаға жүктелген сенім жүгі бар. Әрқайсысы өзіне тапсырылған жауапты жұмысты атқару арқылы толық бір денені құрайды.
бірақ ілкімді істердің іркілмей жұмыс жасауының басында заң тұрары сөзсіз. Ата заң айбынымыз Конституцияға бағынған әрбір азаматтың борышы. Төтеншелер саласына келетін болсақ, өрт оқиғалардың алдын алу жұмыстарын жүргіземіз. Құжаттарын заңнамалық актілерге сәйкес рәсімдейміз. Қазіргі таңда мемлекет тарапынан төтеншелер саласына қолдаулар өте көп, материалдық жағынан. Кез келген дүниеде басты құжатымыз осы Конституция. Осыған сәйкес барлық заңнамалық актілерді рәсімдеп құжаттарын әзірлейміз. Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады. Оның ең қымбат қазынасы адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары. Қазақстан Республикасы Конституциясы 1-ші бап. Ата заңымыздың алғашқы тармағы осылай басталады. Демек, тәуелсіз еліміздің өркендеуі үшін Атырау мен Алтай арасын мекен еткен әрбір тұрғынның рөлі маңызды. Сондықтан әрбір қазақстандықтың Конституцияның мемлекет пен қоғам үшін ғана емес, сонымен бірге жеке өзі, өз отбасы мен өз балалары үшін де мәнділігін бағалай білуі, өз міндеттемелерін қастерлеп сақтап, орындауы маңызды. Конституция біздің басты құндылығымыз. Тәуелсіздікті, бейбітшілік пен тұрақтылықты ғасырларға бекітті. Сол себепті барша мемлекеттік институттардың, әрбір қазақстандықтардың парызы осы құндылықтардың қырағы күзетінде болу.